Сәлем достар, бұл видеода жамбас белдеуі бұлшық еттерін түсіндіремін. Жамбас белдеуі бұлшық еттері ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі топ бұлшық еттерінің біріншісі мускулис псоас майор, белдік үлкен бұлшық ет. Ол 12-ші кеуде омыртқасынан және 1-ден 4-ке дейінгі бел омыртқасынан басталады да, ортан жіліктің кіші ұршығына трахантер минорға барып бекінеді. Ал мускулис илиакус мықындық бұлшық ет, ол фосса илиаканы толтырып тұрады, яғни мынау мықын сүйек және оның шұңқыры, осының ішін толтыратын бізде мықындық бұлшық ет, яғни мускулис илиакус. Ол бұлшық ет те ортан жіліктің трахантер минорына, яғни кіші ұршығына екеуі бірге барып бекінеді екен, осылай төмен қарай түсіп. Келесі мускулис псоас минор, белдік кіші бұлшық ет, ол 12-ші кеуде омыртқасы мен 1-ші бел омыртқасының арасындағы омыртқаралық дискіден басталады да, қасағаның қырқасына барып бекінеді. Одан кейін мускулис обтураториус интернус, жапқыштық кіші бұлшық ет, 1-ші цифрамен көрсетілген. Жапқыш тесіктің шеттерінен және жапқыш мембранадан, яғни осылай ішкі жағынан осылай шығады да, ары қарай ортан жіліктің фосса трахантерикаға, яғни ұршықтық шұңқырға барып бекінеді. Ортан жілікті ішке айналдыру функциясын атқарады. Одан кейін мускулис пириформис 3-ші цифрада алмұрт тәрізді бұлшық ет, ол 8 көздің жамбастық бетінен, яғни 8 көздің ішкі бетінен басталады да, ортан жіліктің трахантер майор, яғни үлкен ұршығына барып бекінеді. Ортан жілікті сыртқа айналдырады, супинациялайды және әкетеді. Яғни супинация дегеніміз сол сыртқа айналдыру. Жамбас белдеуінің ішкі топ бұлшық еттеріне келесі егіздік жоғарғы және егіздік төменгі бұлшық еттер жатады. Егіздік жоғарғы бұлшық ет шонданай сүйектен басталады, ал егіздік төменгі бұлшық ет шонданай төмпесінен басталады. Жаңа айтып өткен ішкі жапқыш бұлшық ет, ол екеуінің арасынан өтеді, үшеуі бірігіп фосса трахантерика ұршықтық шұңқырға барып бекиді. Келесі жамбас белдеуінің сыртқы топ бұлшық еттері, бірінші мускулис глютеус максимус, бөкселік үлкен бұлшық ет. Оның басталатын орны мықынның қырқасы, одан кейін жамбастық артқы сызық, яғни линия глюте постериор және 8 көзбен құйымшақтың дорсальды бетінен немесе сыртқы бетінен басталады, ал бекінетін орны ортан жіліктің, яғни бөксе бұдырмағына, туберозитас глюте деген бар, ортан жілікте сол жерге барып бекінеді. Ол ортан жілікті жазады, әкетеді және денені тік ұстап тұруға қатысады. Келесі мускулис глютеус медиус, яғни бөкселік ортаңғы бұлшық ет, 5-ші цифрамен көрсетілген. Ол жамбастық алдыңғы сызықтан, яғни линия глюте антериордан және мықын сүйегінің қанатының сыртқы бетінен басталады. Міне 5-ші цифрада көреміз және ортан жіліктің трахантер майор үлкен ұршығына барып бекінеді. Ортан жілікті сыртқа айналдырады, әкетеді, жамбасты және денені вертикалды қалыпта, яғни тік қалыпта ұстап тұрады. 3-ші мускулис глютеус минимус, 6-шы, яғни бөкселік кіші бұлшық ет, ол басталады жамбастың төменгі сызықтан, яғни линия глюте инфериор және мықын сүйегінің қанатынан басталады және ортан жіліктің трахантер майор үлкен ұршығына барып бекінеді. Ортан жілікті бұрады, фиксациялайды, денені вертикалды қалыпта ұстап тұрады. Яғни осы бөкселік үлкен ортаңғы кіші бұлшық еттердің басталатын орында разницалар бар, яғни үлкені бізде постериордан, линия глюте постериордан басталды, ал ортаңғысы линия глюте антериордан басталса, мускулис глютеус минимус линия глюте инфериордан басталды. Келесі бұлшық ет мускулис тенсор фасциал лате, яғни 12-ші цифрадағы бұлшық ет, ол жалпақ шандырды керетін бұлшық ет. Мықынның қылқанынан басталады, одан кейін төмен қарай түседі, тізе буынына дейін жетеді және асықты жілікпен жалпақ шандырға барып бекінеді. Тізе буынын нығайту қызметін атқарады. Сыртқы жапқыш бұлшық ет мускулис обтураториус экстернус, жапқыш тесіктің сыртқы шеттерінен және мембранадан, яғни жапқыш мембранадан. Мұнда бізде жапқыш тесік орналасады, ол яғни жапқыш мембранамен толып тұрады, немесе сонымен жабылып тұрады. Именно сол орыннан сыртқы жапқыш бұлшық ет басталады да, ортан жіліктің фосса трахантерика, яғни ұршықтық шұңқырына барып бекінеді. Ортан жілікті сыртқа айналдырады. Шаршылық бұлшық еті мускулис квадратус феморис, шаңданай бұдырынан басталады, яғни седалищный бугордан және бекінеді криста интертрахантерикаға, ұршық аралық қырқаға, яғни трахантер майор мен трахантер минордың арасында қырқа болады, соқаға санның шаршылық бұлшық еті бекінеді екен. Функциясы ортан жілікті сыртқа айналдыру. Осымен жамбас белдеуі бұлшық еттерін аяқтаймын, ал келесі видеода аяқтың басқа бұлшық еттерін жалғастыратын боламын. Каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа.